Жүктілік кезеңінде әйел адам ағзасында бірнеше өзгерістер болады. Оның өзіне ғана арналған дәрумендерде ендігі кезде құрсағындағы сәбиі ортақтасады. Ал бұның орнын ол қосымша дәрумендер қабылдау арқылы толтыра алады. Мысалға айтатын болсақ, темірдің жетіспеушілігі анемияға алып келетін болса, ағзада кальций, фтор, фосфордың жетіспеушілігі ол тістердің сынуына, қызылектің қабынуына алып келеді. Бүгінгі видеомызда адам ағзасының сұлулығының кепілі тістерді жүктілік кезінде қалай күту керек және де қалай берік сақтау жайында болады. Менің есімім Қазыбек, мен стоматолог дәрігермін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және де видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, өзіңіздің достарыңызбен WhatsApp-та, басқа да социальный орындарда бөліссеңіздер болады. Тістер бұл ауыз қуысының бір бөлігі. Тістердің ақтығы мен оның беріктігі адам ағзасында кальцийдің жеткіліктігі мен жеткіліксіздігінің нәтижесі болады. Әйел кісілерде жүктілік кезінде ең көп туындайтын мәселенің бірі ол қызылектің қабынуы. Яғни көп кісілер азанда тісін жуған кезде щеткасынан қанның белгілерін байқағысы келмейтіні рас. Мұны жүктілік кезеңіндегі гингивит немесе пародонтит деп айтады. Бұл әйел ағзасындағы жүктілік кезеңінде болатын гормоналды өзгерістерге байланысты болады. Босанғаннан соң бұл проблема толығымен тоқтайды, бірақ дер кезінде дәрігерге көрінуіңіз қажет. Дәрігер ауру дәрежесіне қарай сізге ем шара қолданады. Жүктілік кезінде әйел организмінде иммунитет төмендейді, сондықтан да ауыз қуысы микроорганизмдердің өмір сүруіне өте қолайлы орта болады. Микроорганизмдер жүрген жерде әлбетте тіс жегісі кариес пайда болады, немесе қызылектің қабынуы пайда болады. Қайсысын болса да дер кезінде емдетуіңіз қажет. Егер кариесті емдетпесеңіз, ол пульпитке, периодонтитке асқынуы мүмкін. Ол тек қана сіздің тісіңізді ғана ауыртып қоймай, ол құрсағыңыздағы сәбиіңізге де әсер етеді. Болашақта босанғаннан соң балаңыз аллергияға бейім болып өседі. Сонымен жүктілік кезінде тісті емдету қажет пе деген сұрақ туындайды. Міндетті түрде егер басталған жағдайда осындай проблемалар, оны дер кезінде емдетуіңіз қажет. Егер дер кезінде басында емдетпесеңіз, онда емдететін тіс таппай қаласыз. Сондықтан да қазіргі кезде стоматологтардан қорықпаңыз. Жүктілік кезінде салынатын арнайы дәрілер бар, ол құрсақтағы балаға ешқандай зияндығы жоқ. Және де рентген аппараттары да заманауи, бұрынғыдай сәулесін өткізбейді. Сондықтан да тек қана сізде қалатын вариант барып тіс дәрігеріне көрініп, емделіп, ең бастысы өзіңіздің жүкті екеніңізді айтуды ұмытпаңыз. Жалпы жүктіліктің 9 ай кезеңінде сіз стоматолог дәрігерге 3 рет қаралуыңыз қажет. Ол ең бірінші 20 аптаға дейін, екінші кезең 20 аптадан 32 аптаға дейін, және үшінші кезең бұл 32 аптадан кейін бір көрінуіңіз қажет. Егер де стоматологқа жиі проблемалармен барғыңыз келмесе, қарапайым ауыз қуысын күту ережелерін ұстаныңыз. Оларға ең алдымен тістеріңізді күніне 2 рет жуасыз. Және де өте мұқият жуыңыздар, тістеріңіздің арасында тағам қалдықтары қалмауын бақылаңыздар. Және де әр тамақтанудан соң тістеріңізді кәдімгі қара сумен шайып отырыңыздар. Үшінші, тістеріңізбен қатар ұрттарыңызды, тілдеріңізді, қызылектеріңізді тазалау керек. Оны арнайы тілді тазалайтын өзінің щеткалары болады. Солармен қолдансаңыздар тіпті жақсы. Одан соң құрамында кальций, фтор, фосфоры мол тағамдарды қолдану қажет. Сонымен қатар дәрі-дәрмек пен күтімнен бөлек халық емі де үлкен көмегін тигізеді. Ол үшін емен қабығының бір ас қасық аласыздар, соған 1 стакан қайнаған суға араластырып, күніне 2 рет шайып тұрсаңыздар жақсы. Және де ромашканың шөбін аласыздар, оны 1 ас қасық ромашканың шөбін қайнаған суға, қайнаған дегенде ол суытылған, қатты ыстық емес суға араластырып, күніне 3-4 рет шайсаңыздар, қызылектеріңізге жақсы көмегін тигізеді. Тағы да бір кеңес, бұл қарапайым күнделікті пайдаланып жүрген көк шаймен тістеріңізді күніне 3-4 рет шайсаңыздар, тістеріңіздің
қанауын азайтады. Ең дұрысы, жүкті болмай тұрып, бүкіл тістеріңізді емдетіп, енді бастаған тістеріңіз болсын, ауырып қалу мүмкін тістеріңіз болса, дер кезінде емдетіп алғандарыңыз дұрыс. Сіздің ағзаңыздың кез келген ауырсынуы балаға да әсер етеді. Сол үшін балалы болмай тұрып, бүкіл ағзаңызды тексертіп, емделіп, содан соң жүкті болған дұрыс. Алғашқы бірінші триместрде тістеріңізді енді бастаған кариестерді емдеуге, қызылектеріңізді емдеуге болады. Ал екінші триместрде рентгенге түсуге болады, және де бірнеше укол дәрі салдыруыңызға болады. Бірақ та рентгенге түсер алдында арнайы алжапқышты алдына жабу қажет. Жүктілік кезеңінде құрамында адреналині бар дәрі-дәрмек салуға болмайды. Қазіргі таңда көптеген обезболивающий құрамында адреналин бар. Сол үшін жүкті екеніңізді айтсаңыз, сізге арнайы бөлек обезболивающий салады. Жүктілік сырқат емес, сол үшін басталған ауруды емдетуден еш қорықпаңыз. Жүкті әйелдерде міндетті түрде есте сақтайтын басты қағида: сау әйелден сау бала туылады. Видео ұнаса лайк басып, арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алда талай пайдалы ақпараттар сызамын. Өзіңіздің сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін.